артымызда өсіп келе жатқан бұл қыздарымыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Сіздерге денсаулық, аңсаған армандарыңызға жете беріңіздер. Осындай дастархан қойға жазылсын, той-тойға болса берсін. Аллаға туғанға құтты болсын. Зор денсаулық саған. Сенің моқтабыз батыр. Бақытты болыңдар. Кеш жарық, құрметті қонақтар, туған туыстар. Міне бүгін Құдайгелдиевтер семьясында бүгін үлкен қуаныш. Ағамыз юбилей жасап жатыр. Тойымыз тойланса берсін. Осылай 100 жастан тәтемен бірге қуаныштарымызды бөлісейік бар уақытта. Мынау өсіп отқан қыздарымызды қияға қондырып, солардың бақытына тоймай, осылай бәріміз бірге тойлап жүрейік. Қыздарымыз бар уақытта аспанында жарқырап, биік шыңдардың асфальттаудың биік шыңдарынан көрініңіздер. Жұмысымызда табыс бар уақытта сыйласыңыз мол болып, мынау қонақтарымыз тойларға келе берсін. Әрекелі сыйлығымызды береміз ба? Жоғарға алып кетеміз ба? Әдетте ұмытып кетіп жатыр. Енді бұлай жасайық, сіздерге берілетін тапсырма. Ән айтамыз ба, билейміз ба? Билейміз. Билейміз дейді. Билейміз болса, тұра тұрыңыздар. Бізге үшеуіңізге тапсырма. Нәтіс тағы да бірдеңені ұмытып кетті. Әрине, қай жаққа болыстар? Әнші келе жатыр, әлі келген жоқ. Келіп қалды ма? Осында ма? Әрине, айту керек қой онда енді ше? Хабарласыздар. Біздің жанұямыздың атымыздан осы ағамызға, тәтеміздің тойына өзіміз әнші шақырғанбыз. Сол Сайра қызымызды ортаға шақырсақ. Ендеше өнер сахнасында жүрген әдемі ару қыздарыңыз бал тілімен өздеріңізге тамаша әнін, іні бауырлары келіндерінің атына жолдайды. Ендеше қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Қош келдіңіз. Кеш жарық, құрметті қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызды ортаға биге. Ayım değil seni
қайда? Екінізді қайда? Бер келіңіздер, әнші шақырдық болды дейсіздер ма қайда бір өзі? Жоқ, сіз шақырмайсыз, сізден басқа біреу бар ғой шақыратын. Екеуіңіз тамаша, өте тамаша, шынымен жүрегімізден жүрекке жететін әнші екен, өте әнін ұнады. Дегенмен енді ол кісі әнші, сіздерге сыйлық, енді сыйлық екінші сыйлық болады. Сіздерге тапсырма, ән столдан 4 адамнан ортаға алып келіңіздер. Тез етіп, марш! 4 адамнан ортаға алып келіңіздер. Тез етіп. Бәрібір қыз бол, жігіт болсын, 4 адамнан алып келіңіздер. Тез етіп. Жандос аға, сіз бауырыңыздың атына келіңіз, қасында тұрыңыз өзіңіздің командаңызбен. 4 адам, бер жақындағыздар, бер. Айдос музыканы өшіре тұрыңыз, бер жақындағыздар. Келіңіздер, бер. Жақындап. Келіңіз. Ағасы, келіңіз енді. Сіз сәні боласыз ғой, келіңіз. Мынақтар қайда кетіп жатыр? Той бітіп қалды деп ойлаймысыздар ма? Жоқ, ыңғай келсе кетпейміз, бер жақындағыздар. Сонымен сіздің 4 адам, 4-еуін алып келіңіз. Міне, Жандос аға ортаға кіріңіз, дұрыс, сіз де келіңіз. Тілектесіз келіңіз, сіздер қатысасыз ортада. Сонымен енді қазір бұлай, қыздар, мына жақта қыздар аз болып қалды. Мына жақта қыздар жағы келіңіздер, кішкене әдемі қыздар, өңкей жігіттер болып қапты. Міне, сіз ана көршіңіз бергенші, міне келіңіз. Сонымен енді бұлай шашыңыз, араласыңыздаршы. Мен сіздерді бұлай араластырып жіберейін. Қыз бен жігіт араласыңыздаршы. Араласып. Бұлай, қымбатты қонақтар, ойынның шарты бұлай. Мен сіздерді танымаймын, кім екенін, бірақ өздеріңіз абайлап байқаңыздар, бір-біріңізге мүйіздеріңіз тиіп кетпей жүрмесін. Мына жерде алаңды шашылып жүріп қазір билейміз. Музыка стоп дегенде мен бір сан айтамын, 3 дейін ба, 4 дейін ба, 5 дейін ба. Сол кезде сіздер 5 адам десем, 5 болып тұра қаласыздар. 6-7-шіні қуып шығарып жүресіздер. 3 десем 3 боласыздар, 4-ші кейдіргенді шығарып жүресіздер. Түсінікті ғой? Өйтіп санамаңыздар, кім біледі мен 7 дейтін шығармын. Сондықтан билеп жүріп, бұл кісілер әлбетте міндетті түрде қалды. Кіріңіздер ішке. Бүгін әр нәрсенің ішіне қойып бақпап қасық болып жүресіздер. Сонымен кеттік музыка. Мынау кішкентай балақайларды алып қала тұрыңыздар, басып кетуіміз мүмкін. Музыка кеттік, көбірек. Билеп жүріп, қашып жүріп, тек қана маған құлақ салсаңыздар болды. Кеттік музыка, айдос көбірек. Мына жаққа дейін, бері, шығыңыздар, бері. Көбірек, қаттыра. Үштен. Мінеке 2 апайымыз шығып кетті. Ортада дастархан басына жайғасыңдар. Ортада 12. Жан-жаққа шашыламыз, кеттік музыка. Көңілдірек. Қатырақ айдос дейді жіберіңіз. Шашылып, бір-біріңізге жақындамаңыздар. Қашып жүріп билейміз, қашып жүріп. Опа. Көңілдірек, сегіп. Ағайда шабалауғайда. Көңілдірек. Екі адам шығып кеттік. Музыка арнада болса да оңынан көңілірек кеттік. Стоп, шеу. Айдос музыканы сразу өшіріңіз. 3 адам. Нақсер қайсы шаратке көрейік, 3 адам. Әлемді өкініш көрейік. Сонымен аян мына кішкентай қызға рахмет айтасыз ғой. 3 адам ортада, 9 адам, музыка кетті, көңілдірек. Аңырадай. Опа. Көңілдірек. Шашылып келеміз. Жетеу. Біреуін шығарыңдар енді, жетеу.
Ой, o zamanda bu zaman жігіттер құшақтаған жаман екен. Жігіттер жаман құшақтаса қыздар ғой деп. Так, сіздерге алқып. Оңайсыздарыңыз бір-бірін құшақтайсам. Сонымен ортада алдауымыз музыка кетіп қалды. Міне, шабалақтарыңыздан команда. Кішкене қашып. Бесеу, кәнеке кім шығар екен, қараңыздаршы, бесеу, біреуін шығарып жіберіңіздер. Жүрегі жарамайтын адамдар өзі шығып кетеді дейді. Музыка ары қарай кетті. Апырмай, мына кісілер қорқпаймын, мына кісілер екеуіңіздің жейделеріңізді жібермейді. Музыка аралатай, төртеу, кеттік, көбірек. Омалея симпала, омалеланы же самба. Кішкене, былай, қосып берек. Мұндышдандарыңа. Кәне, көбірек. Ортасына кіттекінші ортасына. Қатырақ, кішкене, билейк. Көбірек. Мама. Стоп, бәрекелді, әйтеуір жігітті шығарды ғау. Ортада ішіп, сонымен музыка кетті, көбірек, тез. Айдос, тезірек жіберіңіз, тезірек, қошеметтеріңіз қайда естілмейді, ортада ішіп, музыка. Кәнеке. Шабалақ қайда? Апа, кәне. Сіздер жеңіс қалдыңыздар, бір-біріңізді құшақтап қалдыңыздар. Міне, жігітке. Прит. Қошемет. Рахмет, Айдос. Рахмет. Сыйлықты тездетіп алып келіңіз. Шын маңдай теріңізбен таптыңыз. Дастархан басына жайғаса беріңіз, қазір әкеп береді. Рахмет көп. Жігіттің үш жұрты болады дейді. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты. Осыдан бірнеше жыл бұрын ағамыз үйленіп, отбасы ошақтасын көтеріп, шаңырақ көтергенде өз жұртынан еншілік, нағашы жұртынан 40 серке тұрған 40 түйе, одан кейін қайын жұртынан өз сыбағасын алған. Келесі кезекте ортаға қадірменді көпшіліктер, рұқсаттарыңызбен қайын жұрты ағамыздың Талап Маржан, Айшан Шолпан, Нұрынан сынды қадірменді қонақтарымыз келіп отыр. Ендеше сөз кезегі сол кісілерде қадірменді ағайлар баршаңыз қошеметтеп, құрметтеп, қонақтарымыздың ортаға шақыруға сіз болып, біз болып атсалысайық. Келіңіздер. Аға, басқа костюміңіз киіп кеткенсіз-ау деймін. Келіңіздер бер, жақындаңыздар. Ағамыз келгенше қошемет ұрып отырыңыздар. Бәсе, сізден іздеп жатырмыз, төрге шығыңыздар. Қадамдарыңызды бір өсім қош келдіңіздер. Әрқайсыңыз өздеріңіздің отырған орындарыңызды төрдеп біліңіздер, сөз кезегі өздеріңізде. Ағайын жолдасыма туған күнің құтты болсын. Маған таңертеңде звонить етіп айтып жатырмын ғой. Еру деген ел ағасы. Ол әлі жаңа тамадайып жатыр, ол өмірдің жарысы. Яғни осы қиыншылықтарды көресің әлі. Яғни қызымыз алды көрі, қайда тойды бәрі алды да. Екі қызым бар, бірақ қашып кетпесе. Енді туған күнің құтты болсын, өмір жастың ұзақ болсын. Сол екі баланың қызығын көріп, құда-құдағылардың ортасында қартай, қарындасым тілектесінің қасында қартай, екеуің бақытты өмір сүріңдер. Ал жезлер
туғаныңыз құтты болсын. Дәуіржілік болыңыз. Сізді көріп біз жезделегенде өте қуанғанбыз. Енді шын өмір деген осындай жасқа келіп біз